Так, уважаемые коллеги, сегодня у нас встреча с Айджан Елшасом. Он тренер сборной Казахстана, призер ФЕСТ, ВРО, ФИРО, Роболенд, Роботик Арена, РЖТ и других соревнований. Также у нас в Казроботих соревнованиях они участвовали, ребята, очень успешно. И у них, у Илжаса с его коллегами сейчас очень много своих собственных мероприятий. И раз вы, коллеги и слушатели, читатели, выражали интерес, мы пригласили их в эфир. Пожалуйста, Ильжас, вам слово. Рахмет, Айжан ханым. Есімім Ержас, робототехника, AZ Group компаниясының робототехника бөлімінің меңгерушісімін. Қазіргі таңда AZ Group өте көп проекттермен айналысуда, сол барлығын түсіндіру үшін сіздермен осы жерде кездесіп отырмыз. AZ Group компаниясы Қазақстанда 3 жылдан бері жұмыс жасап келеді. Біздің басты іс-шараларымыз ол яғни халықаралық олимпиадалар, робототехникадан чемпионаттар өткіземіз, әртүрлі поездкалар ұйымдастырамыз, яғни ол жарыстарға, оқушы алмасу бағдарламасы, лагерьлер, сондай-ақ фестивальдар өткіземіз, және де өзіміздің авторлық цифровой приложениеміз бар, және де частный мектептермен біз басқарамыз. Ең бастысы, біз Қазақстандағы Фибоначчи олимпиадаларының өкілдері боламыз, ресми өкілдеріміз. Фибоначчи негізі қазіргі таңда 20 елде фактически уже жұмыс жасап жатыр, бірақ юридически 50 елде уже бар тіркелген. Алдағы уақытта кезек-кезек ол елдер қосыла бастайды. Бұған дейін біздің компания былтыр оқу жылы математикадан Фибоначчи олимпиадаларын өткізген болатынбыз. 500-ден аса оқушы қатысты, оның 50-ден аса оқушы және мұғалімдермен бірге Турцияның Анталия қаласына барды халықаралық кезеңге, және де 12 оқушы Италияның Рим қаласына барған болатын. Бұл математика олимпиадасы бойынша. Негізі Фибоначчида 5 пәндік олимпиада бар, ол яғни математика, физика, химия, биология және де информатика. Және де өздеріңіз білетіндей робототехникадан чемпионаттар өткіземіз, яғни бұл Fibonacci International Robot Olympiad Қазақстанда 2 рет өткіздік. Назарбаев университетінде биылғы жылы біз рекордтық көрсеткіш орнаттық, яғни Қазақстан бойынша ең ауқымды республикалық жарыс болды. Яғни бұл жарысқа 2000-нан аса оқушы мен мұғалім қатысты, 650 команда, соның ішінде 200 оқушы іріктелініп Турцияның Анталия қаласына барған болатын. Ол жерде де өте жоғары нәтиже көрсетіп, қазіргі таңда 100-ге жуық оқушы Италияға Рим қаласында өтетін әлемдік финалға дайындалуда, уже визаларын алып, қазір енді соңғы дайындық жұмыстарын жүргізуде. Фибоначчи олимпиадасының басқа олимпиададардан айырмашылығы неде? Яғни Қазақстанда өте көптеген жарыстар бар, бірақ Фибоначчидің басқа олимпиададарының айырмашылығы бұл балаларға беретін мүмкіндіктер. Яғни бала жарыстан орын алғаннан кейін орта сынып бастауыш сынып оқушылары тегін оқушы алмасу бағдарламасына қатыса алады. Бұған дейін біз былтырғы оқу жылы, 16-ғы оқу жылының нәтижесінде барлығын қосқанда 40-қа жуық оқушыны біз шетелге тегін өз қаражатымызға оқушы алмасу бағдарламасына қатыстырдық. Оның 20-сы Бакуға барды, Әзербайжанның астанасына. Ол жерде Баку Модерн деген IB халықаралық мектепте біздің балалар бір апталық тәжірибеден өтті. Сондай Измирдің IB мектебі бар, Измир Өзел Түрк колледжі деген. Сол жерде де біздің оқушылар, яғни ол кезде негізгі тақырып дрондар бойынша болды. Турцияда дрон бойынша сапарға барып келді. Және де Европаға да бізде 5 оқушы барып келді. Бельгия мен Нидерланды қаласына, мемлекеттеріне. Сондай-ақ Қазақстанға да турциялық оқушылар келген болатын. Ол партнер мектеп, скиллсет мектебінде ол оқушылар білім алды. Біздің робототехникамыз, сабақтарымыз қалай өтетін, соның барлығын олар келіп тәжірибе алмасқан болатынбыз. Және де жоғары сынып оқушыларына, 10-шы, 11-шы сынып оқушыларына грантқа дейін қарастырылған, яғни Фибоначчи
Fibonacci компаниясы олимпиадасы әлемнің 50 университетімен тығыз байланыста. Оның ең мықты университеттердің бірі ол, яғни Турцияның Стамбул қаласында Босфор университеті, Боğaziçi университеті деп аталады. Бұл тарихы 100 жылдан аса жұмыс істеп келе жатқан университет. Америкалық вуз, Стамбул қаласында орналасқан. Және де Техас университеті, Миннесота университеті Америкада орналасқан, және де италиялық, европалық, және де осы жылдан бастап Өзбекстанда, Азербайжандық университеттерде енді. Яғни толыққанды гранттарды қарастыра алады, және де оқушыларға скидкалары университетте, тіпті рекомендательный письмоларды да ала алады оқушыларымыз. Енді біз қазіргі таңда RoboCoach International проектісін дамытып жатырмыз. Бұл қандай проект? Бұл робототехника, информатика пәндерінің мұғаліміне робототехника бойынша біліктілікті арттыру тренингтары. Яғни қазіргі таңда бізде серіктес 30-дан аса мектептеріміз бар. Яғни ол барлық бином мектептері Астана қаласында BI Education'мен тығыз байланыстамыз. Алпамыс мектебі бар, Тамыз, Зерделі, Seed School, сондай-ақ 82-ші Дарын мектебі, 90-шы мектеп секілді. Және де Алматы, Шымкент, Ақтау қалаларында партнер мектептеріміз бар. Сол партнер мектептердің мұғалімдерін Астана қаласына жинап, біз 3 күндік семинар өткізген болатынбыз, тренинг. Яғни біздің тренерлар өз білімдерімен бөліскен болатын. Өздеріңіз білетіндей, Skillset мектебінің тренерлары сабақ берген болатын. Әлем чемпиондары Америкада, Турцияда, Италияда, өткен апта Кореядан келдік, Сингапурға дайындалып жатырмыз, Панамаға барған мықты халықаралық тренерлар өз білімдерімен бөліскен болатын. Партнер мектептерге бізде өте көп мүмкіндіктер қарастырылған. Бұл семинар тегін болды. Тіпті тамақтарын біз төлеп берген болатынбыз. Тамақтану, трансферді барлығын ұйымдастырып бердік. Сондай-ақ робототехника академиямыз бар, өзіміздің Smart Hub деген. Және де ITEX халықаралық конференциясы бар. Яғни бұл конференцияға бізде тек қана оқушылар емес, мұғалімдер өздері де қатысушы бола алады. Қазір өздеріңіз білесіздер, мұғалімдік аттестация кезінде көбінесе оқушының жетістігі емес, мұғалімнің жетістігі қаралатын болып жатыр. Ал мұғалімдерге арналған жарыстар өте аз. Ал бұл ITEX конференциясы как раз мұғалімдерге өте керемет мүмкіндік. Себебі халықаралық деңгейде болады. Бұл осы 2 апта бұрын Бакуда өтті. Енді ноябрь 21-25 күндер аралығында Италияның Рим қаласында да өткізілетін болады. Сондай-ақ лагерьлер ұйымдастырамыз шетелдік университеттерде. Яғни барып біз кез келген отельде емес, біз уже университет деңгейінде біз лагерьлерді өткіземіз. Ол, яғни STEM бағыты бойынша Босфор университетінде өткізілді. Және де 2 апталық бізде лагерьлері, яғни Скандинав елдерінде, Эстония, Финляндия, Швеция елдерінде бізде 2 апталық лагерьлер ұйымдастырамыз. Сондай-ақ өзіміздің цифровой приложениеміз жасалып жатыр. Қазір 90%-ға дайын болды. 2-ші тоқсанның басында бұл туралы толыққанды мәлімет берілетін болады. Optimus деп аталады. Өте керемет, мұғалімдерге де, мектеп басшылығына да өте керемет приложение болады. Бұл 2 жылдан аса біз бұл платформаны жасап жатырмыз. Және де енді 2 апта бұрын Астана Дарыны мен бірлесе отырып, біз Астана қаласында Тамыз мектебінде 2 күндік халықаралық тренинг өткізген болатынбыз. Ол кезде біз турциялық мамандарды арнайы шақыртып, олар өз білетін мәліметтермен, яғни Arduino бойынша, және де дрондар бойынша, өздеріңіз білесіздер, турциялық Arduino роботтармен дрондар өте мықты. Мысалы, J-Summon алатын болсақ, мысалы, өте танымал. Ол түрік компаниясы, яғни Турцияда орналасқан. Сондай-ақ дрондар, мысалы, Байрактар, БПЛ дрондарды барлығы Турция өндіргеннен кейін, біз арнайы сол турциялық мамандарды шақырған болатынбыз. Және де Skillset мектебінің тренерларды сабақ беріп, өз білетіндермен бөліскен болатын. Енді осы сенбі жексенбі күні 11-12 қазан аралығында бізде Алматы Дарыны
арнайы шақырды бізді. Алматы қаласының мұғалімдеріне арнап біз 2 күндік тренинг өткізетін боламыз. Біздің барлық жасап жатқан жобаларымыз ол айтыстаса жарамды. Себебі Астана дарынды, Алматы дарынды бізді қолдауда, яғни ұстаз платформасына енгізілді, жергілікті бұйрықтыққа да енгізілді, яғни барлық, яғни математика олимпиадасы болсын, физика олимпиадасы болсын, жаңа конференция болса да, робототехника олимпиадасы. Осы тренингтердің барлығы мұғалімдерге айтыстаса жарамды. Себебі өйткені шынымен де мұғалімдерге алатын нәрсе, пайдалы заттар көп болғандықтан бізді дарын орталықтары қолдау көрсетуде. Енді бізде партнер мектептер деп өте жиі айтамыз. Біз қазіргі таңда партнер мектептермен жұмыс жасап жатырмыз. Ол кісілерге арнап бізде, мысалы, мынау RoboCoach International ол ақылы түрде өткізіледі, 56 мың теңге. Неге десеңіздер, өйткені біз арнайы шетелден маман шақырғаннан кейін шығындары өте көп, яғни ол кісілердің гонорары бар, ұшып келуі бар, тұратын жері, тамақтандыру, қыдыруы барлығы ол қаражат талап етеді. Сол себепті бұл тренинг бізде ақылы. Бірақ есесіне сіздерге толыққанды тамақтану, яғни 3 мезгіл тамақтану кіреді, трансфер кіреді, және де аттестация жарамды дипломдарыңыз кіреді, және де ең бастысы ол мықты білім. Яғни біздің тренерлардың және де турциялық мамандардан өте мықты білімді алатын боласыздар. Алдағы уақытта жарысқа қолданған кезде өздеріңізге пайдалы болады. Мысалы, Arduino'дан бізге line following, яғни линиямен жүретін, мысалы, YouTube-та өздеріңіз көретін шығарсыздар, Instagram-да, TikTok-та шығатын шығар. Өте жылдам турбинамен жүретін роботтар бар. Соны қалай жасауды үйретеді. Mini-Sumo роботтарын қалай дайындау керек. Тіпті лабиринттен шығатын микромаус роботтарды жасауды үйрететін болады. Және де біздің тренерлер өте көп шатастыратын нәрсе, мысалы, шетелдік тренерлер, қатысушылар роботқа PCB платаны өздері заказ береді. Мысалы, біз Arduino'дан жасағанда бізде сымдары шығып, паяльникпен жұмыс істеп отырамыз ғой. Жоқ, турциялық мамандар PCB платаны өздері заказ береді, сызып, сол бойынша жұмыс жасайды. Және де роботтар тиянақты болып көрінеді. Біздің тренерлер сол роботтарды көргенде, ой, бұл робот сатып алынған деп ойлайды. На самом деле ол робот сатып алған жоқ, ол роботты тиянақты түрде өзі құрастырған болатын. Солайынан қай құрастыру керектігін барлығын осы тренерлер сіздерге үйрететін болады. Енді бұл ақылы 56 мың теңге, бірақ та партнер мектептердің мұғалімдеріне бізде 48 мың теңге. Егер де бұған тіпті оқушыда студенттер қатыса алады, яғни жоғары сынып оқушы, 9-шы, 10-шы, 11-ші сыныптың оқушылар қатысамыз десе, оларға да болады. Оларға бағасы 21 мың теңге. Яғни студенттер мен оқушыларға өте қатты жеңілдік жасап жатырмыз. Егер ол біздің партнер мектептің оқушылары болса, не осы партнер университеттің студенттері болса, онда бағаны біз 14 мыңға дейін түсірдік. Яғни өте пайдалы болсын деп, өйткені қазіргі таңда робототехника мұғалімдері жеткіліксіз Қазақстанда. Сол себепті барынша көп жас оқушылар мен студенттерге мүмкіндік жасайық деп біз осындай шешімді қабылдадық. Яғни 14 мың теңгеге дейін біз бағаны арзандаттық. Мақсаты, біздің негізгі мақсатымыз бұдан ақша табу емес. Біз бұдан ақша таппаймыз, біз минустамыз, өйткені 2 тренер бар. Біз өзіміз Астанадан Алматыға келдік, барлық жол шығындары біз өзіміз төлеп жатырмыз. Сол себепті түсіністікпен қарайсыздар деген ойдамын. Тіркелу ертең соңғы күн, яғни ертең кешкі 6-ға дейін тіркелу ашық. Содан кейін уже біз тіркеуді жабамыз. Қазіргі таңда Arduino'мен уже группалар ақырындап толып жатыр. Орындар аз қалды. Сол себепті жылдамдатқандарыңыз дұрыс. Алматы қаласында Физтех мектебінде өткізілетін болады 2 күндік тренинг. Физтех нақты адресі бар ма, Физтехтің? Адресі, қазір айтамын, объявлениеде жазылып тұрған болатын. Так, негізі Алматыны қатты Ладыгина көшесі 35 деп жазылған. Аштым.
Да. Мгм. Вот сол жерде болады. Яғни Arduino, Lego, дрондар да болады. Яғни тек қана роботтар емес, дрондарды да көрсететін болады. Өте пайдалы курс болады. Ал Астана қаласында 55 мұғалім қатысты. Барлығы да өте кері байланыстарын берді. Инстаграмнан қарасаңыздар болады. AZ Group компаниясының Инстаграм парақшасында барлығы кері байланыстары қалай өткізілген барлығы видеода көрсетілген. Жоспарланған шеберлік сағаттардың, сабақтардың видеолары жазыла ма? Иә, біз Астанада өткенде 2 күн бойы біз толық видеоға түсіріп жазып алдық. Бірақ та ол памяти өте үлкен. Қазір қол тимей жатыр, соны ютубқа салу үшін. Өйткені почти там Бірақ қанша 60 гигабайт видео. келешекте осындай жоспар бар сияқты, иә? Да, біз Arduino бойынша бұл кісілер кітап жасады, методичка, яғни қалайынан PCB платалар жасау керек, қалайынан программа жазу керек бойынша, сол бойынша ағылшын тілінде кітап жасады. Енді бізге доступ берді, біз оны енді қазақша және орыс тілдеріне аударып, 1-1,5 айдың көлемінде ол уже барлығына таратылады деген ойдамыз. Ол методичка тегін таратыла ма, сатыла ма? Так, біздің мақсатымыз ол, яғни қайталап айтам, өте көп ақша табу емес, біз Қазақстандағы робототехниканы көтеру мақсатында жұмыс істеп жатырмыз. Сол себепті ол кітаптар тегін болады. Электронды ма, қағазды түрде? Электронды, иә, электронды PDF түрінде. Қазақ тілінде ма? Қазақша және орыс тілінен аударамыз. Бізге қазір ағылшын тілінде берді, енді соны біз аударып барлығына түсінікті болу үшін. Түсінікті. Так, осы эфирде отырған әріптестердің сұрақтары бар ма? Так, записьте тоқтатайын.